70 градусқа дейін жетіп, бұл апаттан көп санды адамдар қырылып, кезіндегі миллиондаған тұрғыны бар қалаларды құм басып, жер бетінде тірі жан тісті бақаның өмір сүруі қиындай түседі. Ал мына Соқабай деген адам болса, осы қаладағы соқаба сопиып тірі қалған ең соңғы адам екенде, ол бұл қалада ит екеуі 15 жыл бойы өмір сүріпті. Осы күнге дейін Соқабай әр күні қалың қорғану киімін киіп, құлтемір итін ертіп, қаланың есік-тесігіне дейін тінтіп, аужал боларлықтай дүние іздеумен болады екен. Ол бүгінде күндегідей машинасын айдап, аужал іздемекке жол алып, бір жерге келгенде, кенет қатер сигналы шыққандықтан алдына қараса, алып құмды боран таяп келе жатыр екенде, Соқабай әй-шайға қарамай машинасын дереу артқа бұрып, майды құлаққа дейін беріп, құмды боран ұшырып кетуге шақ қалған соңғы сәтте әрең зорға тұрағына жетіп алады. Соқабай кезінде ғалым болғандықтан тұрағының жер астында қызмет бөлмелері бар болып, әдетте ит екеуі осы жер астында жан сауғалайды екен. Ал Соқабай күндердің бірінде өліп қалсам итіме кім қарайды дегенді ойлап, қол босаған кездері бір құлтемір адам жасаумен шұғылданатын болып, қажетті материалдарды құлтемірдің миына енгізіп еді, құлтемірге жан кіріп, бас изеумен амандасу сияқты әрекеттер жасай бастайды. Бұны көрген Соқабай өзінің табысқа жеткенін біліп, енді құлтемірдің миына адамзатқа шабуыл жасамайсың, иеңнің бұйрығына бойсынасың, әрі мен жоқ кезде итке жақсылап қарайсың деген сияқты бұйрықтарды енгізіп жатыр еді. Қырсыққандай кенет тоқтап, Соқабай амал сыртқа шығып, желпарақты жөндеп жатқанда, бұрын соңды көрмеген алып құмды боранның келе жатқанын көріп, есептеу арқылы құмды боранның 24 сағат ішінде бұл жерге жететіндігін, әрі құмды боран 40 күн бойы аялдайтындығын біліп алады. Алайда Соқабайдың тұрағындағы азықтық асып кетсе бір аптаға жететіндіктен, құмды боран бұл жерге келсе тек өлімнен басқа жол жоқ еді. Сондықтан Соқабай басқа жаққа қоныс аударуды жоспарлап, дереу құлтемірдің денесімен миын жалғап, оған жүруді үйретеді дағы, барлық азық-түліктерін салып сапарға аттанады. Олар жүре бір жерге келгенде Соқабай құлтемірге азық-түлік іздеуді үйрету үшін бір дүкенге кіріп тінти бастап еді. Құлтемір дүкен ішіндегі бір айнаның қасынан өте беріп, өзінің түрін көріп аңтарылып тұрып қалады. Фильмнің аса ақшы жоқ пен мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын.